Олай болса кеттік. Біз 538 есептің біріншісін шығарайық. Бізге есептер жақшаның ішінде аралас бөлшекпен берілген. Біз жай бөлшекке айналдырып аламыз, иә. Бөлімі тұра береді. Бүтін мен бөлімін көбейтіп үстіндегі алымын қосамыз. 3-ке 5-ті көбейтсек 15, 1-ді қоссақ 16. Негіз жойылып кетеді. Астағы 5 тұра береді, ешқандай өзгеріске түспейді. Азайту. Мына жақта тура солай. Астында 3 тұра береді де, негізді 3-ке көбейтіп үстіндегі алымына қосып жіберем. Сонда бізде 5 болады. Енді біз ортақ бөлім берсек болады, иә? Сыртында 15 тұра берсін. 3 пен 5-ке ортақ бөлім қандай бар бізде? Ең кіші ортақ еселігі бізде 15. Онда мынаған 3-тен, мынаған 5-тен берем. Сонда екеуінің де асты 15 болады. Үсті 48 минус 25 болады. Көбейту 15-ке. Негізі осы жерден бөліп жіберсек болады, бірақ түсінікті болу үшін ары қарай жалғастырайық. Асты 15 бөлімі, алымы 48-ден 25-ті азайтсақ, 23. Көбейтемін 15-ке. Енді балалар, мынаның бөлшектің астына бір бар деп ойлайсыңдар да, көбейтілгенде не істеуші еді бізде? Алымы мен бөлімі, яғни қарама-қарсы бөліктер қысқарып кетуші еді. 15 пен 15-ті қысқарып тастасақ, бізде 23-тің өзі қалады екен. Мына жер бойынша екінші есепте де біз жай бөлшекке айналдырып аламыз. Бөлімін жазып қоямын. 2-ге 7-ні көбейтіп, үстіндегі 3-ті қосам. 2-ге 7-ні көбейтсек 14, мына мен 17. Қосылған. 2-ге 1-ді көбейтем, оған 1-ді қосам. Үстінде 3, астында 2. Жақша тұра береді. Мынаны 1-ден көбейтуге айналдырсам болады, болмаса сол күйде тұра берсін. Қазір пока что я тимейік оған. Ортақ бөлім берем. 7 мен 2-ның 2 ойысы бізде не болады? 14 болады. Мынаған 2-ден, мынаған 7-ден беріп жіберем. Сонда астары 14, үстері 17-ге 2-ні көбейтсек 34 бізде. 34-ге қосамын 21-ді. 7-ге 3-ті көбейтіп аламын, шекесіндегі сан көбейтіліп отырады әрдайым. Бөлу 7-ден 5. Ол өзгеріссіз тұра береді. Енді қосып жібереміз. Ас бөлімі 14. Алымы қандай болады? 34-ке 21-ді қоссақ 55 болады. Мынаны 1-ден көбейтуге айналдырайын. Балалар, бөлу көбейтуге айналдырғанда білесіңдер, аяқ аспаннан болып кетеді. Яғни бөлімі алымына, алымы бөліміне кетіп қалады. 7-ні үстіне жазам, 5-ті астына жазам. Енді қысқаратын бөлшек шамаларды қысқартам. 5 пен 55 неге қысқарады бізде? Екеуі 5-ке қысқарады. 55-ке 5-ті бөлсем 11, 5-ке 5-ті бөлсем 1. 14-ке 7-ні бөлсем 2 қалады. 7-ге 7-ні бөлсем 1 қалады. Сонда мына бөлшек толықтай жойылып кетеді, 1-ге тең болып. Сонда 2-ден 11 деген бөлшек қалады. Бұны аралас бөлшек түрінде жазсақ болады. 11-ге 2-ні бөлсек қандай бүтін бар бізде? 5 бүтін 2-ден 1 деп қалдырсақ болады екен. Келесі есепте жақшаның ішімен жұмыс жасап алам бірінші. Жай бөлшекке айналдырамын, тура солай. Асты 5 болады, үсті 25, оған 2-ні қосам 27. Қосылған, то же самый. Бөлімі тұра береді. 6-ға 9-ды көбейтіп 1-ді қосып жіберем, 55 болады. Жақшаны қоямын да. Мынаны 1-ден жай бөлшекке айналдырып жіберейінші тоже. Асты 45, 45-ке 9-ды көбейтіп, үстіндегі бөлімдегі 32-ні қосамын. Сонда 437 болады екен. Жақшаның ішімен жұмыс жасаймын, ортақ бөлім берем. Мынаған 6-дан, мынаған 5-тен. Сонда бөлімдері 30 болды. Үсті мына екеуін көбейтсем 162. 55-ке 5-ті көбейтсем 275 менде. Жақшаны қоямын да. Бөлуді көбейтуге айналдырып алайын. 45 үстіне кетіп қалсын. 437 астына кетіп қалсын. Бөлуді көбейтуге міндетті түрде айналдырамыз. Бөлумен қалдырып шығара алмаймыз біз. Мынаны қосқан кезде үсті 437 болады екен. Асты 30-кенде қалады. Көбейтемін 45-тен, 437-тен 45-ке. Қарама-қарсы негіздер қызарады. Мына екеуін қысқартып жіберем. 1-ге 1-ге. 30 бен 45-тің бізде екеуіне де бөлінетін қандай сан бар бізде? Ол 15, бөлсем 2, мынаған бөлсем 3. Сонда бөлімі 3, алымы 2. 3-ке 2-ні еркін бөле аламын. Менде 10-дық бөлшек шығады. 1 бүтін 5 деген. Бұлар онда жалғастырып 539 есепті көшейік. 539 есепте бізге сөзбен берілген, амалдарды сөзбен берілген. 3 бүтін 7-ден 1-ге, 2 бүтін 8-ден 1-ді қос дейді. Осын табуымыз керек. 7 үсті 22 болады бізде. Қосылған.
екеуін көбейтемін, қосамын тоже. 3 тұра береді, үстінде 7 болып кетеді бізде. Енді ортақ бөлім берейік. Бөліммен тұра берсін. Мынаған 3-тен берем, мынаған 7-ден берем. Сонда екеуінің де бөлімі 21 болды. Үсті 66 қосылған 49 жақшаның ішінде. Енді мынаны бөлуді тоже жай бөлшекке айналдырып алайын. 7 үсті 23. Екеуін қосамын. Сонда үсті 115 болады. Асты 21 күйінде қалады. Көбейту, мына бөлуді көбейтуге айналдырып жіберем. 7 үстіне кетіп қалды. Ал бөліміне 23 түсті. Болады. 115-ке 23-ті бөліп тастасақ 5. 23-ке 23-ті бөліп тастасақ 1. Екеуіне 7-ні бөле аламын. Мынаған 3-тен, мынаған 1-ден. Сонда мына бөлшек жойылып кетті да. 3-тен 5 деген бөлшек қалды. Мынаны аралас бөлшек күйінде жазып қоямын. 5-ке 3-ті бөлсем 2 бүтін, ойбай, 1 бүтін. 1 бүтін 3-тен 2 деген бөлшекті аламыз. 1 бүтін 3-тен 2 деген. Жай бөлшекке айналдырып алайын барлығында. Асты 13, 26, 20. Так, мына екеуін көбейтсек 39 болады. 39 үстіндегісімен 40 болады екен, бізде. Көбейіп тұра береді. Мынау 9-дан 2 бөлшек тұра береді. Қосу бөлімі 5, көбейтем, қосам 9 болады. Енді ортақ бөлім берсем болады. 5 пен 9-ға бізден 45-тен басқа ортақ бөлім жоқ, Мынаған 5-тен, мынаған 9-дан берем. Сыртындағы көбейткіш тұра береді. Ішінде 10 қосылған 9 жерде 9-ым 81 бізде. Астында 45. Келген 13. Үстінде 91 болады сонда. Астында 45 болады. Енді қысқартамыз. 13 пен 9 бізде. Екеуі де 13-ке бөлінеді. Мынаған 1-ден, мынаған 7-ден береміз. Келесі 40 пен 45 қандай сандарға бізде қысқарылуы мүмкін. 40 екеуінде бірдей санға бөлеміз. 40-қа 5-ті бөлсем 8, 45-ке 5-ті бөлсем 9. Сонда бөлімінде 9 болады да, алымында 8-ге 7-ні көбейтсек, бізде 56 шығады, 9-ға бөлсек 6 бүтін 9-дан 48 болады, үстінде 8 болады.